қаламгер, публицист, тарихшы Бейбіт Қойшыбаев біздің арғы тарихымызды жазуда кәдімгідей үлес қосып келе жатқан қаламгер. Оның әсіресе біздің ұлттың ұлы тұлғалары туралы жазған публицистикалық очерктері, деректі повестері қазақ әдеби тарихи дүниесіне қосылған үлкен сүбелі үлес деп есептеймін. Ол сонау Әбілқайырдан бастап бермен қарай талай тарихи тұлғалардың көркем портретін жасаған адам. Соны жасай отырып, Бейбіттің тағы бір ерекшелігі ол тарихты, архивті өте жақсы зерттей білетін, соның ішіндегі өзіне керек дүниелерді саралай алатын ғалымдық қабілеті үлкен қаламгер. Бейбітті айтқанда қазақ оның әділдігін ең бірінші алға қояды. Өйткені ол қашанда әділдікке, ақиқатқа жаны жақын адам. Ол ешқашан ешбір сөзін жалған бір көркемдік үшін қолданып көрген емес. Оның шығармаларының барында өн бойында шындық жатады. Сол шындықтың жолымен келе жатқан қаламгердің қазіргі сіңіріп жатқан еңбегі біздің бәріміздің болашағына керек дүние деп ойлаймын.